тәтті деп алған мандариніңіз қышқыл болып жеуге жарамсыз болып қалса, бір пайдаға жаратыңыз. Міндетті түрде осы пирогты жасап көріңіз, өте жеңіл жасалады. Бір жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ертілген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 1 шай қасық қопсытқыш, 1 шай қасық ванильді қантымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып, өлшеп алған ұнымызды үстінен қосып, видеодағыдай үзіліп тұратын қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымызды орналастырғаннан кейін салмасын дайындағанша 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мандаринді блендерден өткізіп, үстіне қант, крахмалымызды қосып, баяу отта қою болғанға дейін араластыра отырып, салмасын дайындаймыз. Салмасын қамырымыздың үстіне жайып, 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Толық рецебін көру үшін менің YouTube арнамнан көре аласыздар. YouTubeға Тұрар Әсем немесе профильдегі ссылканы басып, бірден өте